Жәмәғат міне қызғаныш мен yazып алмаған екен. Анда қырлашалар, соғышалар. Шунасын бір қатын қыз кіріп кетті. Шушынан мен шыққан жерде тігі іліккі тігі видеода хазірет шул мені шейге апарған қонақ еткені. Антурна сөйлермін әлі сәлемәтлік хақында сөйлегенде. Міне енді шул тігі арақы кесірі деген бір иркішін шақырғанлар, әлі қырлышалар, соғышалар анда. Міне шул міне арақы кесірі деген. Енді түп темаға müracaat etsek енді şunu айтасы келе. Отырдым хазіретті ол айтты. Міне де қолымсызлы ол әлі ноет де татарша нешік әлі де. Шүнкі ол Астрахан татары. Шуна келген. Шуна көре ол Мензеледе ішлеген театрда. Енді шул хазіреттігі дин әхілі мүфтинің ярдәмшісі бұл бері. Енді шул мәселен мен айтам, башта айттым, мен айтам, мен бет түстібә, яғни Солилецк біздің әні яқтан 14 буын шул яқларға Екатерина патша әби тарафынан сүрілген біздің нәсілібіз, бабаларыбыз 14 нәсілдәгі. Шуна көре ол көбісі әні яқтан туғанлар шунда орнашқан түстібә, яғни Солилецк шәһәрінде. Анда тұзлы көл бар, енді файдалы балшық шундай файдалы бар, қара балшық, түрлі нәрселер. Шуны искә түшіді, мен башта айтам, мен айтам. Башта айттым балшық, мен айтам, бар, мен алып келдім өзім білән мұнда. Тілесең, шуны яғып ятырсың. Шунасын мен айтам, анаға айттым, міне сүлік салдыра керек. Ол қатыны шақыртты да, дұрыс хақ дейіл сөз. Мен айтам, біздің әти мархум колхоз шырында МТС болды. Механизированные тракторные станциями. Шунда салқында, ол вақытта мастерский деген нәрсе жоқ енді. Анда урамда суықта қоллары қатып салқында күн бойына эшләп, қоллар эшләмей башлады, аяқлар эшләмәде. Ол ди әбиеңде әтинің анасы бұл Қазан астында не деген Утар деген ауылдан өзі шығышы. Шул әби анарға сүліклер салдырған. Аяқларға дей, міне бірінші бір шөптіласаң дей. Хаммасы дей 200 сүлік болды дей. Қолларыма дей 80 сүлік болды дей ме. Тіріліп кеттім, міне қолларым қазір ішлей башады. Бұл искә түшірдім да, хазірет, мен айтам, айтқанем, ол хәлә жефетін қышқырды, шақырды, міне дей сүлік салдырам. Мен айтам, міне шул нелерді шифаханалар, яғни поликлиникаларда да бар сүлік салдыралардыр әлі мен айтам. Ол міне тек жай күні салдырсаң, тек ісі күні болмасын. Чөнки ол бек ауыр үйрек кешірі, аны қанны сыйыртып жібәрі. Мен айтам, әтияни мархум айталар, ол дейміш яман қанны суырып алады сүлікті. Мен айтам, жоқ, ол мен медицина алып бардым газетте. 200 түрлі витамин, түрлі нәрсе тігі өзінің табиғи даруларын кірті ол қанға. Шулай кіші тіріліп кетті. Мен хатта айтқан ем, біздің оқытушы Юан бір маржа бар ие. Мен Осиповны деген Алман ханымы ол уақытында тігі соғыштансың. Аны яратып біздің бір ұрыс иленәшіге, коммунист болғаш ұрышқанлар, партиядан да қойырға тырышқанлар. Шул Юан балтырлы ол тромбофлебит білен азапланып берейдірі, әне мархум сүлік салдырып аяққа бастырданы. Шуны искалды мен айтам. Бұл айта, яри, міне қазір етермін. Әміне қазір дейсі ноет, как, нешік әлі деген татарша, мен айтам, сызлы, анемевший нәрсе, мен айтам, ол ұйыған деп айтылар. Еді, шынасын бұл кетіп барғанда, мен айтам, атағы, мен айтам, ұйықлай алмайым дей. Мен айтам, шыды алмасаң, міне, біздің ұяқта ол тұзлы көл, бек файдалы. Міне, мен айтам, рапны ваны деп атылар. Мен айтам, тұзын алда, шул суға, елі суға іртті, мен айтам. Шул банқа қолын кірмәс, мен айтам, бір сауытқа салып, бір 20 минут тұт. Мен айтам, ол кіші гәудесі білен ятса, үйрегіне ауыр келір деп, аны 20 минуттан білен шеклейлер. Орысша айтмышлы, ограничивает. Сен мен айтам, көбірек тұтсаң да бола. Әгер де сен екінші түрлі де бола, мен айтам, алда мен айтам, елі тұзлы суға, мен айтам, тұз ірткен суға
бір ескі қалын мейтім шүпірәкні сіңдірді мейтім, шул тұзлы болсын, шуны қолыңа, міне ұшы тамырларың сызлы бейт, шуға қолыңа ура да мейтім, үстінен целлофан, шунасын тағы бірнесе урап мейтім, ят еқылап. Ол бір юлығына мейтім файдасы 100% болмайшақ, бара-бара, екінші күні, үшінші күні шулай аздан бір ярд сағат ме 20 минут, шул 20 минутлық тұтсаң мейтім файдасы болады деп. Міне рахмет деп. Мейтім міне, ол тігі айтқанлар бет ол дей. Кімдір айтқан тігі орысша енді енкінші мағыналы. Мен аны тігі орысша айтмышли, вежливость это то, что ценится дорого, обходится дешево, ценится дорого де. Кейін ашында шылай айтырайым міне ол. Анын тігі қайбат қатшымей ол сізге, кейін ашының анын қадірі бек зор. Шын айтасы келі, ол міне қазір енді қолым сызлыйды, аны міне кейін ашыны қолланып, қазір енді бәлкі файда болыр деп үмітленіп, шатланып кетті ол кіші. Анда шейлері шіртіп, нетіп кетті. Шын айтасы келі. Жамағат ол біз бет бір нәрсе болса, доқтыр деп, кебіттегі дару, ол әлі не бір не нәрсе деп айтылар, колечко бізде шылтыға. Біләзік ме, нәрсе ме, шулынан ет қолланайым, шулының файдасы деп, шулынан сүрткәлеген бұла, сылаған бұла, мен айтам, міне шул тұзлы не, я шул балшық білән қолланып етіп қарам айтам. Бұл нәрсе енді ол қазір. Бұл бет мен айтам, нервыдан келі, нервыдан. От жамағат шуны айтеміз айтасым келген ие. Кімдір міне шушы файдалы кеңешлеріні қарамай, анда қызық түгіл бет, қызық түгіл мені. Қызық түгіл. Шында қарамастан ол қайсы уақытта файдалы нәрсе. Хатта міне сіз міне аңшанмасыз. Тіш сызлағанда міне мен аны шул көлге түшкен ем. Шында көлінен тұзын ауызда тұтқан ем. Ол енді сізге кеңеш бермейм аңды тіш сызлағанда. Шынки ол тіге тамырларын бітіріп, тішімні бітірді. Ол не шайқаған ем. Анда меңа енді мені өртәп, менен сөйлеген ем файдасын. Мені өртәп, тіге ауылдағы малайлар айта. Анда бит қазақ әбейлері де, ол анда бүтәнлерді енді кімдір де, езіп де. Енді ойламасынар енді, тіге қазақ әбейлеріні ямалынайым деп. Yok, әбейлер болсын енді, яри, бүтән кішілер еміш не де. Аны пішіратты бит анда нәрсе деп. Нешегенді пішіратты. Мені артығын сөйле алмайым енді нешектір. Әме айтам, түшің сызласа, ол нәрсе неде пішірақ болса да, пішіранған болса да, ол енді ол айтасы келе меңе шол қазақ, біздің ауылда қазақ егітлер айтты. Шуна көре қазақ кішіге, өз қазақ әбесін айтырға бұла. Бізге татарға ярамай бүтән милләтінің кішісін айтырға. Алар айтты шулай, міне мәселен, әбейлер шулай деп, мен мазақлылар, алар бет мазақ яраталар. Мен айтам, түшің сызласа, мен айтам, сен ана хатта бола риза боласың, аны аузыңа да шулай нетсін деп. Артық сөйлерге болмай, қазір кімдір яратмайынды. Милләт ара мәселені қозғалта деп тұтыналар қазір. Шуна мен айттым бет, ол ауылдағы біздің қазақ егітлері мене шулай нәрсе деп мазақлап айтты. Чүнки аларға яры мазақ сөйлерге өз халық турына бізге ярамай, бізге татар халық хақында сөйлерге бола мазақлап, бүтән милләтлер хақында ярамай. Енді міне файдалы кеңеш дейсәгіз, мәселен, тамамланғанда шуны айтасы келе, мен уақытында бір ол нәрсе де провидиция деп нәрсе ме пединститутта шулай. Мен ана интервью алдым. Соңынан ол мен айтам, мен түшім сызлы. Мен айтам, білесіз ме, оң яқтан түшік сызласа, соң яққа неге сіз марлы арқылы, бинт арқылы қан тамырына шында түгі чеснокны кесіп урап қойығыз бірнеше минут. Ол шында тоқты. Шасын түгі құлланды да, бек файдалы кеңешті, рахметті, бек файдалы кеңешігіз болды дейшілай. Жамағат қабатлама айттым сізге. Мәселен, сіздің сол яқтан шығыс сызлы, сіз оң яқтан қолығызға пульс қоя шезілі, шында чеснокны қоясыз, сарымсақны не білән, бинт білән урап қояғыз. Ерлерге, мәселен, марлы арқылы итмәсе де бола, марлы сызда. Қатын қызларға марлы арқылы, мәселен, урап қойға керек. Бір неше 10-20 минут, мәселен, қатын енді оң яқта сызласа, сол яққа қолға етіп қоясыз енді. Иқтибарыңыз үшін рахмет, исен сау.